Алло, саламатсыздар ма, құрметті жолдастар. Енді әйтеуір көтеріп көрсетейін деп едім, осы мұнда өйткені интернетте ебесінетін транскодер орнатылған. Міне, мысалы, қазір міне қарап тұрсақ, міне қазір көрсеңіздер, міне осы сайтты алайық, мысалы, Егемен Қазақстан. Қазір мен оны оқуға объяснять, көне объяснять транскодер менде осылай встроен. Бұны не деп қойсам, міне қазір осылай істеп кетті. Енді президентте объяснить проектінде бәрі ескерілген. Бәрі ескерілген. Мысалы, президент, Азия сияқты нелер барлығы S арқылы өскен. Өйткені алдында ол инглиш тілінен басқа тілден S арқылы келген. Біз неге оны Z-ке орыс тілінен Z арқылы жазып, оны нету керек. Мұны деректер банкісі арқылы ол бәрі жұмыс істей береді. Сосын тағы да міне арман қарай кете берейік. Міне арман қарай. Міне егер мен Ұлыбритания, Жапония деп тұр, неге біз UK деп жазбаймыз? Жапонияны Жапон деп жазуға, Францияны Франц деп жазуға, сразу ең оригинал ретінен алу. Сосын бұны әрине оны істеу сонша қиынға түспейді. Бұның бағу үшін мынау транскодерді, объяснить транскодерді, оны нету керек, қалай айту, дамыту керек. Дамыту үшін ол үшін деректер банкісін жасап, қосымша сол транскодерге алгоритм көбейту керек. Мұның бәрі жасалды. Мысалы, Қасым Жомарт Тоқаев міне осылай жазылады. Әрине, бірақ мына жерде міне Тоқаевке болса, мына жерде Y арқылы қосылады. Сесер Назарбаев, Мыржықбаев болсын, тағы да басқа қазақ фамилия келсе, Ев-офтың алдында, мен ойымша, Y арқылы әрқашанда болу керек. Мысалы, Сарбалин дейік. Енді имен, ишпен біз күрес жүргізді. Мысалы, ондай нелерді мен уже алдында айтқанмын да, ол қалай кетті. Мысалы, Сарбалин. Оны қазақша қылу үшін, оны енді сар бал болмайды ғой, сар бала болады. Осындайларды ескерген жөн. Мен ойымша, бұған да деректер банкісін латынға көшкенде, мен ойымша, бұған да осы деректер банкісін әрбір фамилиялар, нелерді бәрін қосып, мүлдем бірақ программамен шешуге болады. Оны мен ойымша, анда соңға барып өзгертем, андай дедің қажет жоқ. Бұны мемлекеттік деңгейде бұны жасауға болады. Бәрі иынға біз тәуелдіміз. Сол иын арқылы шешуге болады. Тағы да айтайын дегенім, мұны егер мен мына жерде тағы да басқа нені көрсетейін, себебі ана жолы нетпеді мұнда. Міне тағы да мен осы жуырда объяснетте анда встроенный транскодер бар. Бірақ мен оригинал интернеттен алып, осы Абай туралы жазғым келді. Мені көрсеңіздер, мен жай байқаймын, мен ойымша, енді тіл мамандарымен дауласудың қажет жоқ па деп ойлаймын, бірақ дегенмен реформа қазақ тіліне неше жыл бойы жасалмаған. Мысалы, он деген тәуелдікті біз нете береміз. Оған да өзі біраз тіл мамандарға мен сигнал беріп едім, шын айтқанда олар да ойлап қалды. Қосымша нені нете берудің қажеті жоқ па деп ойлаймын. Мысалы, тағы да ең мында объяснетте бір кішкене әлі алгоритмға жете алмай жүргеніміз, міне тағы да айтамын, деректер банкісі, мысалы, записки Семипалатинского, мен бұнда барлығын өз қолмен ручном видеде міне өзгерттім, иға байланысты. Бірақ мен тағы көрсетейін, міне. Ал мысалы, мына жерде, мен әлі мына жерге нетіп, мынаны записка алып тастауым керек. Бұны объяснять проект бойынша солай болып тұр. Семипалатинского ода дела, мысалы, Западно-Сибирская, оны былай жазуға болатын, Сибирского отдела русского географического общества. Осылай етіп, міне, сосын кәдімгідей мынау нетіп
сохранить етіп олтырғуға. Сол жақтағы мен айтайын. Мен жаңа айтып едім ғой, өзі ең басында бізде ең қызығы бізде міне мен мына жерде келе жатып өзім де оқи алмадым. Өз осы не бұны қалай, өйткені мен оқып келе жатырмын, тексеремін ғой. Мысалы бұл қалай деп Ибрагим Құнанбаев оқулығынан деп өзім оқып, сосын ойладым, бұл мүмкін емес, транскодер қателік жасамайды. Сосын оригиналын неден интернетке кіріп көрсем, міне оригиналдың өзінде осындай қателіктер жазылып жатыр. Міне қарап тұрсақ, бізде интернетте өзі қазақ тілі сондай, өзі интернеттің өзінде сауат. Себебі бізде ешқандай сондай тексеріс, қосымша программалар қазақша болмаған ешқашанда. Сол себептен бұндай нәрселерді біз ең ескеріп, қазақ тілін дамыту жолдарын, мен ойымша, басқаша қараған жөн деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Осымен қоштасайық. Келесі материал сосын дайындармыз.